Қазақтың көрнекті ағартушы педагогі Ыбырай Алтынсарин мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі дейді. Бүгінгі күннің үздік педагогі, білімі терең, білігі мықты, рухы биік, мәдениеті жоғары, оқушының өзін-өзі тануына, өсуіне жол ашатын беделді тұлға. Үздік педагог өз қызметінде инновациялық идеяларды ұтымды қолданады, жаңа технологияларды насихаттайды, нәтижелі педагогикалық әдістемелерді таратады. Үздік педагог жас мамандарға тәлімгер, әріптестеріне мотиватор бола біледі. Педагогтердің қоғамда оң имиджінің қалыптастыру, ұстаз мәртебесін арттыру, үздік педагогтерді көтермелеу мақсатында үздік педагог республикалық конкурсы 2012 жылдан бері өткізіліп келеді. Облыс бойынша осы жылдар ішінде 34 педагог республикалық үздік педагог атағын иеленді. Бүгінде облыс көлемінде 20-дан аса үздік педагогтардың, пән мұғалімдерінің, тәрбие жөніндегі орынбасарлардың, психологтардың, жас мұғалімдердің қауымдастықтары жұмыс жасайды. Жеңімпаз педагогтардан құрылған үздік педагогтер қауымдастығы мүшелері білім сапасын арттыруда өз үлестерін қосып жүр. Атап айтсақ, Айманов Бауыржан қазіргі кезде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау туралы жарлығы негізінде Маңғыстау облыс әкімдігі жанынан құрылған комиссия құрамында зерттеу жұмыстарын жасап жатыр. Саржанова Күнімгүл, Қорғанбаева Ардақ, Әбдіхалық Валентина, Ақниязова Рыскүл 5-6, 7 сыныптарға арналған әбіштану оқулығының хрестоматиясын дайындап, республикалық сараптауға ұсынды. Ақтілевов Абай математика пәні мұғалімдеріне арналған математикалық прогрессия жобасын жыл сайын ұйымдастырады. Маханова Күләш Светқали Нұржан шығармаларын оқытудағы әдіс-тәсілдер тақырыбында әдістемелік құрал дайындады. Түгерова Ғалия колледждерде кредиттік технологиядан жалпыға міндетті білім беру стандарттарын жасақтау, білім беру бағдарламаларын жаңарту бойынша республикалық сараптау тобының құрамында жұмыс жасауда. Әлібекова Айна мейрамхана ісі құзыреттілігі бойынша WorldSkills чемпионатының халықаралық республикалық деңгейдегі сарапшысы. Биылғы жылы оқушылардың республикалық пәндік олимпиадасында Маңғыстау облысының командасы ең үздік олимпиадалық команда номинациясын иеленген болатын. Олимпиада жеңімпаздарын дайындауға Байназаров Қуат, Кадирова Әлия, Айманов Бауыржан, Мұқашева Айсылу, Бегейбай Дина, Ақтілевов Абай, Сүлейменова Қарлығаш, Саржанова Күнімгүл, Бағдаулетұлы Ибрахим оқушылары олимпиада жеңімпаздары атанды. Мұғалімдер тапшылығы бар өңірлерге үздік педагогтерді тарту арнаулы бағдарлама аясында 9 педагог қабылданды. Олар өлкеміздің білім саласын дамытуда өз үлестерін қосып жүр. Бақытты педагог қана оқушыларын бақытқа кенелте алады. Тек мейірімді мұғалім ғана оқушыға мейірім дәнін себе алады. Өзін-өзі дамыта алатын педагог оқушыларын өзін-өзі дамытуға ынталандыра алады. Сондықтан оқушылар күткендей мұғалім болу маңызды. Облыстың үздік педагогтері барша ұстаздар қауымына үлгі болып, кәсіби біліктілігімен, риясыз еңбегімен еліміздің білім саласын өрге сүйрейді деген сеніміміз мол.